Бұл бөлімде тамыз айына жалақы есептейміз, және де отпуск, және де демалыс, отпуск, және де больничный лист, еңбекке жарамсыздық парағы. Соны есептейтін боламыз. Начисление зарплаты сотрудникам. Создать. 31.08. Тамыз айы. Месяц начисления август. Вид расчета. Оклад по дням. Жандос Айдос Елдосұлы, директор, бұл толық жұмыс деді. Біз тамыз айындағы жұмыс күні тексеріп алайық. Тамыз айында 20, 21, 22 күн. 22 күн. Енді Сержан Фержан Құлжанұлы. Бұл кісі он екі күн жұмыс істеді, ал 10 күн мысалы отпускке шығатын болады. Оны жеке есептейміз. Сол себепті оны келесі начислениядан есептейміз. Добавить Асқаров Асхат Асланұлы. Бұл кісі де 12 күн жұмыс істеді. Қалған 10 күніне больничный еңбекке жарамсыздық парағы есептейтін боламыз. Отражение начисления по умолчанию. Деректерді енгіздік. Рассчитать. Рассчитать есептедік. Провести, закрыть. Енді жаңадан ашамыз. 31.08. Подразделение учет бастайық. Вид расчета бізде оплата больничных листов. По умолчанию бізде бұл Асқаров Асхат Асланұлы. Ауып. Бұл кісі егер 12 күн жұмыс деген болса, қазір есептейміз. 12 күн 1, 2, 10, 12. Демек, 17 тамыздан бастап 31-не дейін больничный есептелінеді. 17-сінен бастап. 17.08, 31.08. Дұрыс. Оплата больничных листов. Рассчитать. Мына жерде больничный лист деген бар. Рассчитать больничный лист. Осын басамыз. Да. Енді негізі отпускте больничный листті соңғы 12 айдағы айлық жалақы көрсеткіштеріне байланысты есептелінеді. Мысалы, жалпы 12 айда алған жалақы сомасын алады, және 12 айдағы жалпы істеген күніне бөледі. Және сол орташа шыққан бір күндік сомаға, мысалы, больничный күн егер 7 күн болса, 7-ге көбейтеді. 4 күн болса, 4-ге көбейтеді. Осындай принциппен, осындай тәсілмен есептелінеді. Сондықтан, мына жерде рассчитать деген бар. Рассчитать средний заработок деген бар. Бұл жерде бізде тек қана бір айды ғана көрсетіп тұр. Себебі біз шілдеге ғана айлық есептедік, начисление. Одан алдыңғы периодтарда ешқандай табыс болған жоқ. Сол себепті жалғыз директі енгізді. Одан кейін барып рассчитать начисление деген бар. 35 000 теңге. Бұл жалпы 70 000-ның ішінен 22 күнді бөлді. Мысалы 70 000-ді 20-ға бөлді. Нәтижесінде біз 17 мен 31-ның арасын алдық. Жалпы 10 рабочий күн екен. Осыған есептеп отыр. Енді печать дегенді басамыз. Мінекей көріп отқандарыңыздай бір күндік ақысы бұл жерде 3500 теңге. Осыны принтерден басып шығарып
перенести в документті жасаймыз 35 000 теңге. Сонымен барлығын тексереміз. Провести, закрыть. Осылайша дәл қазір біз больничный лист еңбекке жарамсыздық парағын есептедік. Енді август месяц начисления. Енді біз отпускты есептейміз. Вид расчета, показать все. Мұнда стандартты есептемелер бар. Бұның ішінен оплата отпуска дегенді таңдаймыз. Оплата отпуска. Отражение по умолчанию. Сержант Ержан Құлжанұлы. Ауып. Бұл кісіде 17.08-нен бастап 31-не дейін отпуск алды. Рассчитать. Бұл жерде рассчитать отпуск деген бар. Больничныйды жаңылде больничный лист рассчитать деп бастық. Бұл жолы рассчитать отпуск. Осын басамыз. Да. Келесі бетке лақтырды. Жаңылде айтып өткенімдей, жалақыны больничный листіңді, отпускіңді есептелу тәсілі бірдей. Соңғы 12 айдағы жалпы жалақы көрсеткішін жалпы істеген күніне бөледі. Рассчитать средний заработок. Бұл жерде тек бір айды ғана көрсетіп тұр. Негізі соңғы 12 айдың дерегі болуы тиіс. Ол кезде мына астына тізбек созылып кетеді. 1-ші ай, 6-ші ай, 5-ші ай, 4-ші ай, 3-ші ай осылай тізбекпен. Средний заработокты есептедік. Рассчитать начисление. 40 000 теңгені есептеді. Бұны да печать басып, шығарып, отпускке арналған бұйрықтың артына қыстырып қоямыз. Жабамыз. Перенести в документ. Деректерді енгіздік, есептедік. Провести, закрыть. Біз тамыз айына қазір ғана жалақы есептедік. Больничный лист есептедік. Отпуск есептедік. Ендігі кезекте біз салық шегерімдерін ұстап қалуымыз керек. Ол үшін алдыңғы бөлімде үйренгеніміздей расчет удержанный. Мына операцияны көшіріп аламыз. 31.08 датасын қоямыз. Месяц начисления августа таңдаймыз. Основное подозрение өшіріп тастаймыз. Автозаполнение по всем сотрудникам. Да. Деректерді енгізді. Рассчитать. Да. Мінекей есептелінді. Провести и закрыть. Келесі зарплата. Расчеты удержаний сотрудников организации. Бұны есептедік. Расчеты налогов взносов. Осын басамыз. Операцияны тағы да көшіріп аламыз. F9. Месяц начисления ауыстырамыз. Автозаполнение по всем сотрудникам. Да. Рассчитать. Да. Провести, закрыть. Келесі. Бізде отражение. Тағы да осы операцияны көшіріп аламыз. F9. 31.08. Месяц начисления август. Осылайша записать. Деректерді енгіздік. Автозаполнение тағы бір рет басамыз. Деректер енгізілді. Жаңарда провести, закрыть. Енді отчеты. Оборотное сальдо ведомость по счету. Бұл бізде тамыз айы 01.08, 31.08, 33.50. Мінекей. Біз Асқаров Асхат Асланұлына 58 545, Жандосов Айдос Ильдосұлына 72 000 теңге, Сержанов Ержан Құлжанұлына 66 909 теңге төлеуіміз керек. Зарплата. Расчетный листок ашамыз. 0107 31.08 таңдаймыз. Және де Асқаров Асхат Асланұлы сформировать қараймыз. Мұнда дата қайда кетіпті? 0108. Тек бір айды ғана аламыз. Мінекей, мұнда көріп отырғандарыңыздай айлығы 38 181 теңге. Бұл жалпы 12 күн істегеніне ғана есептелінді. Қалған бөлігі бізде оплата больничных листов 35 000 теңге. Бұл жалпы 73 181 теңге ұсталынды.
Одан 14.636 теңге ұсталынды. Мінекей. Қолына алынатыны 58.545 теңге. Сержан Фержан Құлжанұлы. Сформировать. Бұл кісіде оклад және де оплата отпуска. Жалпы 83.636 теңге есептелінді. Салықтарын бәрін шегеріп тастаған кезде 66.909 теңге шығады. Мынау біз жұмысшылардың алдындағы берешегіміз. Бұны біз беруіміз тиіс. Енді жалақыларын аударамыз. Зарплата к выплате организации. Жаңа ай 31.08. Бұны біз через банк аударамыз. Банк бізде Жусан. Месяц начисления август. Основное подтверждение өшіріп тастаймыз. Автозаполнение по задолженности на конец август басамыз. Тек 2 адамды ғана енгізді. 3-ші адамды қолмен енгіземіз. Добавить. Асқаров Асхат Асланұлы. Карт счеты. Оның жалақысы 58.545. Ctrl-V вставить. Мінекей 58.545 теңге. Естеріңізде болса, біз жұмысшыларды жұмысқа қабылдаған кезде, біз олардың банктық карт шоттарын енгізген болатымыз. Сол карт шоттардың негізінде жалақы аударылады. Мінекей. Деректерді енгіздік. Записать. Және де осы құжаттың негізінде создать на основании платежное поручение исходящее жасаймыз. Шығыс төлем тапсырмасы. 31 күн өте маңызды. Получатель бізде Жусан банк. Статья ДДС бұл бізде выплата заработной платы, жалақыны беру. Галочка қоямыз мұнда. Записать. Записать. Енді осы жерден сформировать Swift файл. КМП-ны ұмытпаңыздар. Жалақының КМП-сі. Код назначения платежа 332. КВК 19. Записать. Сформировать Swift файл. Біз папкаға жол көрсетеміз. Зарплата. Ескі файлды өшіріп тастайық. Выбор папки. Папкаға жол көрсеттік. Енді выгрузить. Біздің Swift файл сәтті жүктелді. Деректерін бәрін енгіздік. Провести, закрыть. Осылайша жалақыны Swift файлын жүктедік. Енді сол Swift файлдың негізінде онлайн банкіге кіріп жалақыны жібереміз. Басамыз. Және де біз зарплата біздің Swift файл жатқан жерге жол көрсетеміз. МТ. Бұл жерде де ошибка деп көрсетіп тұр. Бұл Жусан банкының өзінің әдеттегі қателігі. Біз бұл MT файлды текстовый документ ретінде өңдеп қайтадан саламыз. Немесе онлайн банктың өзінде өзгерістер енгізсек болады. Мұнда өзгерістерін енгіземіз. 332 датасы барлығы автомат түрде енді. Сотрудники резиденты РК және список сотрудников бізде барлық деректер еніп тұр мінекей. Осылайша подписать басып, құпия сөзімізді енгізіп жібереміз.
Бізде мында жұмысшылардың карт счеттары көрсетілген. Осы карт счеттарға барып, мына жалақылар барып түседі. Осымен бітті. Онлайн банкинг жұмысшыларға жалақыларын жібередік.